Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видео автокадқа космос снимоктарды қалай жүктейміз сол туралы болады. Космос снимоктарды біздер қосымша ақпарат алу үшін қолданамыз. Ең бірінші біздер ол үшін система координатымызды городской немесе мировойға қойып алуымыз керек. Келесі автокадта вставка вкладкасына өтіп, задать местоположение батырмасына басамыз, из карты. Мына жерде біздің өзіміздің орналасқан жерімізді таңдаймыз. Менде бар съемкамен картада бар жерді тауып алып, соны как исходный точка ретінде беретін боламын. Мына жерде мынау мектептің заборы бар, осы жерге маркер қоям. Далее келесі бетте мында система координат таңдау керек болады. Онда ең бірінші көрсетілген координат система координатты белгілесе болады. Одан кейін келесі часовой пояс Астана. Единица чертежа бізде топосъемкалар көбінесе метрмен берілетін болады. Сол үшін метр таңдаймын. Және мына жерде продолжить дегенді басамын. Далее келесі біздер жаңағы таңдаған точкамызды топосъемкадан көрсетеміз. Ол мына жерменде забордың бұрышы. Одан кейін нағыз солтүстік қай жерде орналасқан истинный север дейді ғой, соның бағытын көрсетемін. Окей. Мінекей біздің космос снимок жүктелді. Бұл космос снимок Google'дың космос снимок емес, бұл жерде Microsoft Bing'ның карталары болатын болады. Мына жерде бізде айналамызда не бар, соның бәрін көруге болады. Қосымша ақпарат ретінде реперларым қай жерлерде орналасқан, жолдар қалай жатыр, және де подземный коммуникациялар қалай өтіп жатыр, қай жерден өтіп жатыр, сол туралы тағы да ақпарат алсамыз болады.